өзі сол. Біз өткен тақырып балқу, булану, конденсация, сұйық, газ. Біздің бүгінгі сабағымыздың мақсаты осы барлық өтілген тақырыпқа функционалды сауаттылыққа есеп шығару. Енді психологиялық ахуал қалар. Біз бір-бірімізге қолдау білдірмесек, сенім артпаса, бірлікте болмаса, бізде сабақ нәтижесі шығады. Сонда не боламыз? Неде боламыз? Бірлікте боламыз, бір-бірімізді қолдаймыз, сенім артамыз. Енді біз бүгінгі сабағымыздың тақырыбы сол заттың агрегаттық күйлері. Заттың агрегаттық күйлерін біз осы уақытқа дейін өттік. Енді біз сол заттың агрегаттық күй тарауына не шығарамыз? Есептер шығарамыз. Бүгінгі оқу мақсаттары жылулық тепе-теңдік теңдеуін есептер шығаруда қолдану, балқу кристалдану кезінде жұтылатын, бөлінетін жылу мөлшерінің формулаларын есептер шығаруда қолдану, меншікті булану жылуын анықтап және қайнау температурасының сыртқы қысымға тәуелділігін түсіндіру. Осы оқу мақсаттарына арналған бүгін функционалдық сауаттылыққа есептер шығарамыз. Балалар, бүгінгі сабақтың барысы мынадан тұрады. Қараңыздаршы, ұйымдастырып кезек қазір айтамын сіздерге. Оқу мақсаттарына сәйкес мен сіздерге 7 кілт сөз берем. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбына байланысты 7 кілт сөз берем. Оны мен сіздерге тақтаға бір рет көрсетем, сіздерге жатқа жазуға уақыт берем. Жақсы ма? Ары қаратай, 3-ші физикалық диктант, оны орталау бағдарламасымен оқығайсыздар. Ары қаратай, ойлану уақыты деген айдармен 15 минутта біз есеп шығарамыз. Одан кейін серпілген сауал 5 минут, я жоқ деген сауалға жауап бересіздер. Қателескен мұғалім, қатені түзеу. Яғни мұғалім де кейде не қате жіберіп алады. Соны сіздер бүгін түзетесіздер. Одан кейін 3 сөйлем әдісі арқылы функционалдық сауаттылыққа негізделген біз таңертең аш қарынға, таңертең тұрғаннан кейін сабақтың алдында не жейміз? Сол жайында бүгін функционалдық сауаттылыққа сіздерге есеп алып бердім. Яғни біз одан қандай энергия аламыз таңертеңгі ас ішкенде. Жақсы ма? Сосын ең соңында сіздер маған не бересіздер? Рефлексия, кері байланыс бересіздер. Оны мынандай жаңбыр тамшысы әдісін алып келдім. Жаңбыр тамшысы бізде әр тамшыға сіз өзіңіздің сабақта не түсіндіңіз, не түсінбедіңіз, сізге қолдау керек пе, әлі де нені үйренуіңіз керек екен, маған мына жаңбыр тамшысына жазып кетесіздер. Жақсы ма? Қазір ұйымдастыру кезеңіне сіздердің есімдеріңіз, сенің есімің деген жаңағы атпен әрқайсыларыңыз өз есімдеріңіздің бастапқы әрпіне өзіңіздің бойыңыздағы жақсы қасиетті айтып шығасыздар. Енді мен сіздерге жаңадан айттым. Әркім өзінің есімін не істеу керек? Бас әрпінен басталатын бір-бір өзінің бойындағы жақсы қасиетті айту керек. Мысалы, менің атым Кенжетай. Мен көркеммін, еңбектенемін, намысшылмын, жүректімін, ептімін, талапшылмын, адалмын, икемдімін. Енді мен сіздерден білгім керек. Сіздердің бойларыңызда қандай жақсы қасиеттер бар? Еркежан, ерекше, ризашыл, К көркем, еңбекқор, жасампаз, ақтөңіл, және де намысшыл. Ақылды, рахымды, уайымшыл, намысшыл, адал. Рахмет. Сіздерден білемін. Адал, рашыл, мықты, ақылды, намысшыл. Жақсы. Бойыңызда осынша жақсы қасиет бар екен Арман. Сіздерге жаңа ғана айттым. Әрқайсыларыңыз өздеріңіздегі бір-бір затты беріңіздер дедім, иә? Сіздер маған бір-бір заттарыңызды бердіңіздер. Қазір мен топқа бөлу үшін осы заттарды 3 топқа тастаймын. Кім өзінің затын таниды, сол топқа барып отырады. Жақсы ма? Сіздердің алыптарыңызға неше сөз шығардым? 7 сөз шығардым. Тез қарап алыңыздар.
кезеңіне өтеміз. Физикалық диктант немен жасаймыз? Word ол. Сіздердің нелеріңізге, сотовый телефондарыңызға не барды? Ұялы телефондарыңызға ссылка барды. Сол ссылкамен орындаймыз. Сабағымыздың келесі кезеңі ойлану уақыты. Қазір әрқайсыларыңыз жүкпен жұмыс жасайсыздар. Сіздерге есеп беріледі. Сол есепті шешіп, шешімімен бірақ болған кезде маған не бересіздер? Белгі бересіздер. Жақсы ма? Есептің берілгені міне. Массасын табу үшін судың тығыздығын көлемге көбейтеміз. Менде 1,2 килограмм шықты. Бұл 1,2 литр ол шайнектің көлемі. Екінші ненің? Будың. Себебі суды не істедік? Қайнаттық. Қайнатқан екен ол неге айналды? Буға. Ровимен тапты, менде ол 0,105 килограмм шықты. Сіздерде солай ма? Енді апарып, қыздырған кездегі жылу мөлшері менде 428,4 килоджоуль шықты. Ал қайнау кезінде 115 килоджоуль шықты. Соған екі нені табам? Одан кейін массаны табам. Ненің массасы? Ненің массасы болар? Сіздерде ненің массасы тұрады есептен? Табиғи газды. Біз өйткені шайды қайнату үшін не жақтық? Табиғи газ жақ. Массаны табу үшін Q-ді неге бөлем? Кішкентай Q-ға бөлем. Яғни жылу мөлшері меншікті жану жылуынан қанша шықты? 9,74 грамм шықты. Сабағымыздың келесі кезеңі серпілген сауал әдісі бойынша жеке жұмыс. Қазір мен сіздерге сұрақ қоям, сіздер тек қана я, жоқ деп жауап бересіздер. Жақсы ма? Кеттік. Аязды күні үрлегенде ауыздан шығатын ақ буды жерге жақын ұшқан қарлығаштар жаңбырдың жақындағанын білдіреді деп айтады адамдар. Осы дұрыс па? Саяжан? Иә дейді Саяжан. Бірдей жағдайда майлы сорпа мен шай тез туиды. Неге? Арым айта қойшы неге? Өйткені ода қоспа жоқ. Өйткені оның бетінде май жоқ. Оның тез буланып кетуіне май кедергі жасайды. Жарты литр ыдыстағы суды үлкен шәйнектегі суға қарағанда тез қайнайды. Иә. Бағандан бері сендер сабаққа келгенге дейін есеп шығарып қойдық. Мен бір жерден қателестім ба? Қателескен мұғалім деп қатені түзеу қойдым. Қазір мен сіздерді алыптарыңызға беріп, әр топ менің қатемді түзеп беріңіздер. Егер қате жоқ болса, я қате жоқ деп айтыңыздар. Жақсы? Түсіндіріңіздер үшін мұғалім неден қате жіберіп алыпты? Қыбыждан килоджоулді метод жоуль деп олады, оның алты жесі деп одан кейін мына жақта көрсетілген және дәрежеден қателескен. Дәрежеден қате кеткеннен кейін бүткім есепте не қате кетіп қалды? Барлық есептің жауабы қате. Молодцы. Біз аяды формуладан қатені таптық. Бұл жерде Q тең R бөлінген емес, Q тең R бөлінген. Молодец, жақсы. Сосын жауабы дұрыс па екен? Жауабы дұрыс.
бізге мында ХБЖ-да кетіп қалды, оны біз 0,2-ге дұрыстадық. Содан кейін бізде температура 0-ға ауысып кеткендіктен біз мынаяққа 80 градус болу керек, ана жаққа 20 градус температура болу керек. Содан кейін аяқта 50.400-ге дұрыстадық. Оны килоджойлға айналдырғанда 50.04 килоджойл болады. Молодцы. Сонда бізде балалар бірінші топ, екінші топ өте жақсы. Жарайсыздар. Сразу бірден мұғалімнің қатесін тауып қойдыңыздар. Сіздер қатені дұрыс таптыңыздар, формула бар. Бірақ айналдыру кезінде кішкене не білмей қалдық, иә? Енді шатаспаймыз осыдан кейін. Хорошо? Жақсы. Балалар, келесі сабағымыздың әдісі, үш сөйлем әдісі. Бұнда мен функционалдық сауаттылыққа есеп алдым. Енді қараңыздар. Таңертең таңғы ас ішкен кезде не жейміз? Міндетті түрде нан жейміз. Енді сіздің бір тілім наныңыз 100 грамм болсын. Оның үстіне 20 грамм сары май саламыз да нанға жағып жейміз. Енді сол сіз немесе мен жалпы барлық тамақ таңертең таңғы ас жейтін адам қанша энергия алады, соны есептейміз. 100 граммнан 20 грамм сары май жағып жесек, 1524 килоджоуль энергия алады екенбіз. Оны қалай таптым? Сары майдың жылу мөлшерін жеке таптық, нанның жылу мөлшерін жеке таптық та, екеуін не істейміз? Қосамыз. Сонда біз 100 грамм нан мен 20 грамм майдан мынанша энергия алады екенбіз. Жақсы ма? Жалпы шолу жасаймыз, формулаларды қайталаймыз балалар үйде. Мен сіздердің өздеріңіз бағалау парағыңыз арқылы білім классқа балаларыңызды қоямын. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Сіздердің берген кері байланыстарыңызды міндетті түрде оқып, сізге қандай көмек керек екенін тағы келесі сабаққа анықтаймыз. Жақсы ма? Өте жақсы. Бүгінгі сабаққа қатысқандарыңызға үлкен рахмет. Сау болыңыздар. Үй тапсырмасы түсінікті ғой? Жақсы, сау болыңыздар.